Еба. Так. Битол бе çok gürgür satkan жабыт вообще-то. Еба таң саат 8 болгон ба не? Сиз бар битол жуп кою керек. Мен алтта турам дегенем го. Видео түсүрүү керек еба. Тез неге барайын? Опа. Так, туатқа отырып алайықшы тез. Болт, так. Бетіміз жуаламыз. Ойбай, мен сындырып ала берем ше. Так, болт, все. Өшіреміз. Жоқ, тісіміз жуалайық қой. Болт. Так. Кеттім тез, мен грядканы тазалау керек. Мен рұқсатшы. Ертең барлығыма атаға айлық алуымыз керек. Біздің алдыңғы неде айлығымызды бермеді. Ойбай. Жетілден естеп тұрды алып. Мен күлінсамның алдында. Так, жетелдер. Не істеп тұрсыңдар? Ойбай, на жетел не істеп тұр? Ойбай, на жетел не істеп тұр? Не істеп тұрсыңдар? Жетелдердің барлығын. Так. Не істеп тұрсыңдар негізі? Жана Саян, маған ана грядкаңды сатшы десеңіз мен алам грядкаңды. Жоқ, мен алам. Мен алам, нең байымы қосылады арасында. Саян, маған сатсай сен. Сендер негізі қуасыңдар ма мен? Ешкімге сатпаймын грядкамды. Кім алайын деп жатыр қуасыңдар ма? Жай ғана грядка ғой, мен еще тазалауым керек қазір. Ойбай, мына жетелің ашылы ғой. Саян, мен алам дедім ба, мен алам ба, маған сат. Бір стак изумрудқа қалам. Бір стакқа мынаны ма? Мен сатпаймын, қойыңдар, керек емес маған ақшаларың грядка. Қуасың ба, бұл мен грядкам ғой, шөйті өзім білем ғой, сатам ба, сатпаймын ба, ойбайына топырақ не есеп жүр. Не хакім топырақ сөйіп тұса, не? Шындыларқа тазалы көрек қой, мына жақты. Тап тыстаған ғой мына жақты. Жетелдер, сендер грядканы сезер, но не жол отыр. Саян, мен алайыншы грядканы, давар. Маған жол бермейді, мен алайыншы өтіріш. Ой, актер жетесем, актерсың білем ғой сен. Мен сатпаймын, давай, кетіндер бар. Так, жындыма, мен не грядкамды алғысы келеді, алар, жындыма. Мен грядкамды тазалайды, так. Мынайды алып алсайық, жоқ керек емес па. Так, барып, нені жинап алайын. Жетелдер, кетіндер бар, сатпаймын мені. Шындыма, мен грядкам не алғысы келеді деймін алар. Так, видео қосайын мен. Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Саян X достар. Бүгінгі видеода достар үшін мен жай ғана влог болатын достар. Қараңыздаршы, менің үшін мына грядканы жетелдер сатып алғысы келеді. Білмеймін неге екенін, негізі почти простой кәдімгі грядка. Ерекшеліктігі жоқ ше. Ерекшелік пайда ешнәрсесі жоқ. Бірақ неге сатып алғысы келетіндер белгісіз. Айтпайды дер. Бір стак изумрудқа сатып алам дейді достар. Сата салайын ба достар. Бір стак изумруд негізі пайда нормально аған. Мен аны үшін тегін жасадым ғой негізі. Бірақ мен жердің өзіне 2 стак изумруд бердім. Бірақ бір стак не ғой? Стойт емес ғой бұл грядка. 2 стак жер сатып алуға бердім, бірақ бір стакқа сатсам, болмайды, жоқ сатпаймын. В общем, достар, видеоны алатса лайк басып, подписаться етіп кетуді ұмытпаңыздар, достар. Видео өте қызықты болады деп ойлаймын, достар. Менде модта шығып атты телеграм-каналға тіркеліп кетіңіздер айтпақшы. Телеграм-каналда менде модта шығатын болады, достар. Және де, достар, сразу ескертіп айтып қойын, бұл сенің модың емес қой деп хейт жазудың керегі жоқ. Білемін, достар, мен өз мод типа басқа каналдан тапқан модтарымды мен сол жерге салам достар. Сіздер мысалы сол мен қолданатын модтарды тауып іздеп жүретін орнына менің телеграм каналыма кіріп дәл сол модты тауып менің телеграм каналдан соны ала аласыздар достар. Мысалы сіздерге GTL NPC мод керек болса, сіздер сол модты басқа каналдан іздеп, ютубтан іздеп, соны скачать етесіздер. Ал менің телеграм каналымда ол таптан тұр достар. Алдында қолданған модтардың барлығын мен сразу телеграм каналыма салып қойдым достар. Сол жерде барлық модтар бар достар.
Енді ол жерде барлық авторларға респект достар, ол модтарды салған достар. Сол аккаунт сол авторларға да общем тіркеліп кетіңіздер достар. Так, мен общем мынау картофель керек емес. Мынаны отқа тастауым керек. Саян, мен алам. Сен ба? Мен ғой. Мен сатпайым дедім ғой шета. Мен алам ғой. Ошы, қанша жұмыртқа бересің? Мен сатпайым дедім ба? Сатпайым болды. Айтсай, так, онда айтпайтын болсаң, мен 10 жұмыртқа сатып алам. Жоқ, мен жұмыртқа сатып алам. Жоқ, мен 10 жұмыртқа сатып алам. Ха-ха-ха, сендерге сатпайды, ол тек маған ғана сатады. Жынды ма? Кімге сатам? Сен ба? Мен сендерге де сатпайым, қуасыңдар ма? Ашулы ойданшы жетенім деген. Сатпайым мен сендерге, бәрі маған. Ақша білан керек емес. Епа, достар, 10 жұмыртқа дейм ба? Сатшы жасайым, негізі нормальный ақшаға ұсынып тұр. Негізі пайди нормальный ақшаға ұсынып тұр. Сатшы дейм ба, сатпай қойайым ба? Так, не істесем болады? Сатайым ба, сатпайым ба? Саян, бәкел. Ау, қайсына жетел? Яқты ма? Беш жанды тұр болен. Сен ба? Не болды жетел? Саян, құлағым тап келді. Мен саған құлағына бір айтам. Жетел, айтпа деме саған. Айтпа жетел. Айтпа. Айтпа деп атсыңдар, жынсыңдар ма сендер? Тоқташ күші бар. Жүр жетел, жүр. Жетел не қылды? Не айтан дедің? Саян, ошы қаса негізі айту керек оны обязательно, а то ана жетелдер оны сенге бұрын түрде қойы мүмкін. Саян, сенің ана грядкаңның астында толған байлықтар жатыр, сен ана тез өзің алып ал. А то ана жетелдер түнде сенің сол байлықтарды алмақшы. Аяқ астында сен грядка сатып алғысы керек дейсің. Мен сен ең жақын көршің болғандықтан мен саған соны айтып тұрмын. Тез ана грядкаңның астындағы байлықтарды бәрін алып ал өзіңе. Ол байлықтар құпта саған бермеймін, бірақ ана жетел бізде ондай бай жетел жоқ еді. Ол да соны естіп, басқа байлардың ауылдан келген болатын. Сен сол байлықтарды өзіңе алып алу керек, түсіндің ба? Мен сен ең жақын көршің болғандықтан мен саған айтып тұрмын дейсің соны. Ана жетелдердің барлығы соны алғысы келіп, таласып грядкаңды сатып алғысы келеді. Мен сен грядкаңды сатып алып келмейді, неге десең, өйткені мен сен жақын досым болғандықтан оны білемін, тек сен соны өзің алсын деп ойлап отырмын. Өйткені сен сол грядканың егесісің емессің бе? Молодец. Тоқта. Шынымен де мен оны сатып алғысы келіп ойлап отыр. 10 жұмыртқа сатып алам деді ғой, бірақ. Саян, 10 жұмыртқа сатпа. Ол ішінде одан да көп ақша болуы мүмкін. Қанша ақша екенін білмеймін примерно, бірақ өте көп байлық бар болуы мүмкін ол ненің ішінде. Сол грядканың асты сен қасып көр, сол жерде болуы мүмкін. Рахмет саған жетел. Аналар саған ешнәрсе істеп қоймай ма, енді айтып қойың деп. Ешнәрсе істемейді. Мен бара 2 жыл бойы боксқа қатысқам, аяқ қысай болмайды. Болды өзің онда. Рахмет саған жетел. Егер тауып атсам саған берем ғой жартысын. 100-ден бір 20 ма 30% ба саған беріп қойым. Так, жетелді тараңдар, мен сатпайым болды оны. Так, шынымен ба, барып көрейік шын аяқта. Менде лопата жоқ, Лопата жоқ болса, өзіміз жасап аламыз. Так, неқта верстак бар ғой, верстакпен жұмыс жасап білем мен. Бұлай қоямыз. Қойсайшы, не қатады деймді, жаман ше бір. Так, енді мына жерден біз өзімізге лопата жасап алайық, тастан. Не деген менде тастан? Бәрі менде тас болған тұтын, тастан жасай салайық. Железный жоқ, просто менде ше. Так, достар, құртпай, каналға тіркеліп лайк басып подписаться етіңіздер, достар, видео ұнап жатса. Қазір біз енді жетел айтқанын қасып көрейік. Так, барып көрейік. Мына жер басқа жоқ. Мына жер менде мынандай гравий сияқты еді ғой. Мына жер еще
топырағына дәу тастар араласқан. Так осы жерден бастап қазып көрейік ендеше. Осы жерден бастап қазайын мен енді. Так. Яқтама не? Кәне? Қайда ва жетіп? Жоқ қой маяқта? Жоқ. Міне. Қараңыздар достар. Қаз. Тауып алдым достар, ема. Епа. Насанлық біраз шірген сияқты ма? Тақтықта. Бас күректің басын істеп көрейік, біраз. Ашылмайды достар. Күректің басын тағып, басын сындырайық. Так. Опа. Так. Опа. Төбеге көтеріміз бі, жаңғада тасайық. Опа. Қадайымызда. Опа. Так. Опа. Неге ашылмай жатыр? Опа. Еба, достар. Қараңыздар. Рубин. Изумруд. Алмаз. Мынау достар, еба, мынау. Қандай кристалл емес па, ема. Ақшалар достар. Бәрін өзімізге аламыз ғой, бұл біз таптық. Так, ана шетелге жартысын береміз біздің деймінде. Ондай алайық емес біз. Рубин достар, 2 стак рубин. Ема, золотойларды қараңыздар, налардың өзі бір қымбат тұрады, о жаман. Ема, 1 стак изумруд, 2 стак доллар ақша, изумруд. Мынау достар, чек емес бандай доллардың. Ема, достар, қараңыздар. Ема, 100 миллион чегі мынау достар. Мен байыдым ғой достар. Мен байыдым. Жетелге мына рубиндарды или кристалдарды береміз. Мынаны тағып кетейік, не заттар екен білмеймін. Камера, монокар дейді, монопони дейді. Фон деген сияқты, типа ағылшынша. Так, мына жет біз жауып кетейік енді, ана жетелер байқап қоймасын, бірақ байқағанда да маған бәрі бұл тұр. Мен ақшаларын мен алып қойдым. И оларға жоқ. Бәсе не ағып, жетелердің барлығы менің клеткамды сатып алғысы келіп қалды деймін, жоқ жерден. Ана жетелдің маған айтқаны дұрыс болды достар. А то мен не сат жерім ба деп ойлап тұрған едім. Ана жетел маған айтты, и мен сатпадым достар. Сатпағаным бір жағынан еді дұрыс болды. А то мен сат жерін деп атқан едім, сол бағана айтқандай. Так, топырақ жетпей қалды. Бәрі достарынан бүйтіп қазір салайық. Тез достар. Осылай қаза салайық. Вот, үшеу жетті. Так, мен кеттім. Ана жетелге барайын айтпақшы. Так, опа, жетел. Жетел, мен алдым сенің шынымен екен. Неяқта саған не бар екен айтайын ба? Неяқта изумруд бар, андай қымбат тұратын изумруд бар ғой, гемстон дейді. Қымбат тұратын изумруд бар. Неяқта 1 стак доллар бар. Бұл кәдімгі ненің емес, доллар кәдімгідей. Мына 2 стак рубин, 1 стак 100 миллион несі чегі. 1 стак алмаз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 осындай қымбат алмас сияқты зат. 1 стак изумруд, 2 стак ақша. И сосын бізде 1 стак осындай ақша, и сосын тағы да бізде бір қымбат осындай изумруд. Жетел саған көп рахмет айтқаныңа. Оғаш жоқ, маған бермей қойса да болады. Едеге менде көшімсің ғой сен менің. Жоқ, ұят болады, мен саған берем. Так, мен саған беремін. Так, сендер изумрудқа қызғасыңдар ғой, мына қымбат изумрудты берейін. Так, мына чек берейін, сосын сендерге
Саған чек берейін. 7 чек. И сосын мынандай алмазадан берейін. И на долларды берейін саған. Жететін шығар, я? Жете ма, жетіл? Негізі мынау көп болып кетеді, бірақ өзі бері келсе бере бер. Рахмет саған көп саян. Жетел, саған да көп рахмет маған осыны айтқаныңа. Давай. Так, ба, достар, қараңыз, мен көзін саға емес. Неге барайын аты казаналар. Тағылап сейдің жақты ғой. Ма, достар, ана жетелдің айтқанының арқасында мен ақша тауып алдым көп деген достар. Кім ойлаған менің клеткамның астында бұндай ақшалар жатады деп достар. В общем, достар, мен видеоны аяқтайын тезірек достар. Мен мынаның бәрін бір жерге тығып қойым керек, бір жерге қойып қоямын достар. В общем, мен достар, осымен видеоны аяқтайын достар. Видеоны аса лайк басып подписаться етіңіздер. Менің телеграм каналыма тіркеліп кетіңіздер, және де линкс қазақ деген бағанда телеграм каналына тіркелуді ұмытпаңыз достар. Каналда тағы тіркеліп лайк басып подписаться етіңіздер достар. Телеграм каналда достар менде 5 подписчик әзірге, тезірек ол каналда 20 подписчикке жеткізейік, ал мына каналда 300 подписчикке жеткізейік достар. Бар болғаны бізде 40 подписчик қана қалды достар. Тезде жинап таста. Мен сіздерге сенемін достар. Ал мен осымен видеоны аяқтайын. Сіздермен болған мен Саян Ис. Барлықтарыңызға давайте.